Армысыздар, кеш жарық қымбатты Жайдарман ойындарының көрермендері. Биыл Жайдарман ойындарында кино маусымы Қазақстан Кап чемпионатында баршаңызды көргенімізге қуаныштымыз. Екінші бөлім, қош келдіңіздер. Маусымашар 2026 фестивалінің қорытындысы бойынша Қазақстан Кап чемпионатына 50-ге жуық командаларға жолдама берілді. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша 7 команда келесі 1-16 финалдық сайыстарына жолдама алды. Енді екінші бөлімде дәл осындай 8 жұптың өнерін тамашалайтын боласыздар. Командалармен ойынымыздың барысында танысасыздар, ал қазір осы командаларға төрелік ететін Қазылар алқасының құрамымен таныс болыңыздар. 2024 жылғы Жайдарман ойындардың чемпионы Жуалы құрамасы Нұрсұлтан Төребеков. Ардагер Жайдарманшы, автор, сценарист, Семей Жайдарман филиалының легендасы Сырым Уалиев. Және Жайдарман қозғалысының негізін қалаушы Есен Елеукен ағамыз. Есен Елеукен. Екінші бөлімде 8 жұп өзара сайысқа түсетін болады. Алғашқы болып бастайтын жергілікті команда Астана қаласы Амангелді Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты, сахнада Евромикс командасы. Құрметті достар, жалпы биыл Жайдарманда кино маусымы. Қазір кезде өте көптеген кинолар шығып жатыр. Сол кинолардың атауларын күнделікті әңгімеден қоятын сияқты. Айтпақшы жігіттер, кеше менің досымды көшеде жүрген жерден армияға алып кетті ғой. Алып қашу операциясы. Жігіттер, мен нағашым новый машина алды ғой. Қай бір жетіскеннен алды дейсіз, сол кредитке алғанда. Туысқан. Менің атам мен апам кезінде алған ипотекасын әлі төлеп бітірген жоқ. Жас емес жұбайлар. Осы жол маған шөтке төлейсіңдер, айдың соңында қайтарам. Алдар көсе. Кеше жаңалық оқып отырсам, бір ауыл тұрғындары свет жоқ, шу жоқ деп шулап жатыр екен. Уайымдама, айдың соңында бір концерт береді, ұмытып кетеді олар. Иллюзия обмана. Жалпы құрметті достар, Қазақстан футбол премьер-лигасы жылда өзіне жаңа спонсорлар іздеп жатыр. Біз сол іздеуді осылай көрсетеміз деп шештік. Жалпы біздің футболистер самолетпен ұшып ерем қалған. Егер де пойызбен жүретін болса, олар Еврокубокты ұшпайды деген ойдамыз. Бұл жағдайда біздің футболистер қарсыластан допты алғаннан қарағанда бергенді жақсы көреді деп құтылып кете аламыз. Алдағы уақытта біздің спортшылардың техникасы жақсарады деген ойдамыз. Жылдағыдай бұл кенсе спонсор болған ба не қайттан? Бұған қайтадан деген фильмнің не қатысы бар? Дұрыс қой, енді қайтадан деген фильмдағыдай жылда бір нәрсе қайталанып жатыр ғой. Досай, осы ойын бар емес па? Жастар сарайында өтіп жатыр, Нұрбек, осы сен біртүрлі сұрақтарды қатты қоясың соң кездер. Осы музыканың авторы кім? Бағдарламаңыз уже басылып кетті ме сіздің? Жоқ, Шазам таппағасын өзім просто сенен сұрап біле салайын деген ғой жаңаға. Ендеше бағдарламамызды бастайық. Сонымен бірінші сұрақ, экранға назар аударсаңыз. Мына машинаның маркасы қандай? Тағы қиын болып тұр, бір подсказка ма ештеңе болмай ма екен? Ай, жағым. Дұрыс, бұл машинаның маркасы Жак. Келесі сұрақ, әуенді сұрақ. Дұрыстап тыңдаңыз. Осындай ұл бар екен, осындай қыз бар екен. Бұл өлеңнің авторы кім? Роза Әлқожа. Дұрыс емес. Баласын концертте жоғалтып алған ананың өлі. Дұрыс. Келесі сұрақ. Наполеон Бонапарт, Юлий Цезарь, Оливье Жиру бұл жерге не жетіспейді? Сушаң жетіспейді. Дұрыс. Келесі жағдаят. Асан есімді бала А пунктінен Б пунктіне қарай 20 км сағатпен шықты. Сұрақ, Асанның велосипедінің түсі қандай? Жасыл. Дұрыс емес. Қызыл. Дұрыс емес. Дұрыс жауабы қандай бұның? Асан ол жаққа жаяу шыққан болатын. Келесі сұраққа дөрекі жауап беріңіз. 2 қосылған 2 қанша? 4. Дұрыс емес. 4.
Дұрыс. Келесі сұрақ. Әлемдегі ең үздік банк. мынау программаны дұрыс түсініп алдым. Менше үйдегі ана 3 литрік банкі ғой бұл. Дұрыс емес. Әлемдегі ең үздік банк ол Freedom. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Евразия гуманитарлық институтының құрамасы Евромикс. Рахмет, Астана. Алғашқы өнер көрсеткен Евромикс командасы Амангелді Құсайынов атындағы Евразия гуманитарлық институтының ректоры Нұрбану Нағымановаға өз алғыстарын білдіреді. Евромикстің қарсыласы сахнада Тараз қаласынан келіп отырған Жамбыл политехникалық жоғары колледжі, сахнада Доллар командасы. Wow, fantastic, baby. Эй, жігіттер, арнайы жоба, Жайдарман, Қазақстан кап, доллар командасымыз ғой. Түгелмен сатып алайықшы бәрін. Сатып алайықшы, бәрін сатып алайықшы. Стоп, бәрін сатып берейік. Неңмен сатып алмақшы? Ақша бәрін шашып тастадым ғой. Тем более елдің бәрі біліп отыр, фальшивый доллар екенін. Жігіттер, біз доллар құрамасы болғаннан кейін біз кез келген нәрсені сатып аламыз. Бірақ Қазақстанда не сатып алуға болмайды, достар? Мансұр, шынымен Қазақстанда не сатылмайды? Не сатылмайды дегенде, елдерші кітап сатып алғысы келмейді, бірақ дипломды смело сатып алып жүре береді. Мансұр, мынау жұрт жібереді балдар. Мынаны айтайық балдар. Балдар. Мен микрофонға сөйлеп тұрмын ғой. Әкеш бер микрофоныңды. Басқа не сатылмайды, Мансұр? Мысалы, елдерші анау дәрі-дәрмекті іздеп жүргісі келмейді, бірақ арақ темекін іздеп жүріп сатып ала салады ғой. Мансұр, мынау потолок болды ғой, мынау тапа-тапа болды. Мынаны айтайық балдарға. Микрофонға айтып тұрмын ғой, мен естіп тұрмын. Жүр, шаняқа, жүр. Ешкім жоқ жерге барайық. Бәле болды ғой мынау. Мансұр, басқа тағы не сатылмайды? Элементарно Жайдарманды алайықшы, автор мен чемпионство сатылады ғой, бірақ Жайдарманға деген махаббат ешкім сатып аламайды ғой. Балдар, мынау бар ғой, Мансұршы, балдаршы, Жайдарманға деген махаббатты сатып аламыз деп жатыр. Нешеден сатып жатыр, сұрасай бар. Мансұр, нешеден сатып жатырсыңдар дей ма, біреулер дейтін олар. Неше дей ма? Өздері неше беріп жатыр екен, сұрашы бар. Балдар өздерің неше беріп жатсыңдар жалпы? Сорлы екенсің ғой сен. Адам топырақтан жаратылған ғой, негізі білесің ба? Бірақ осы тұрғанда мен Дарвин атамыздың айтқанына сенемін мен. Сонда сен мен маймыл деп тұрсың ба не? Маймылсың сен. Сонда мен маймылдан жарылды деп тұрсың ғой. Мен неден жарылған көрсетемін, қараңдар. Ерсан, сен қуасың ба? Сонда сен адамдарды леттен жаратылған деп тұрсың ба? Мына екінші шықты. Бір шетте тұрамын, арбей. Аюдай дегенсімен квн ойнап тұрған қарашты. Жай кішкене. Өзіңмен жасты аюлар орманда ұйықтап жатыр ғой, білесің бе сен оны? Қомаш, қайдағын айтпайды. Жүрсе көрсетем неқа. Доллар политех. Доллар. Есен аға, күліңізші. Сізге күлген жарасады екен. Орманда. Аю дейме. Тұрсызшы. Не болды? Тұр. Анаяқты өзіңмен жасты аюлар Қазақстан кепті шіріп атыр ғой. Отбасымызда кейде аналарымыз шығармайтын нәрсені шығарып жатады. Мама, кешкі асқа лагман істеңші, лагман жекші бүгін. Қойшы айналған өзін лагман шығып отырайды әке. Қазіргі кезде қарекет қоры үйлерді креативті түрде тапсырды. Сонымен дүкенде. Саламатсыз ба? Саламатпын. Сәуле Нұралиева дейсіз ғой? Мен. 4 балаңыз бар. Балдарым не болып қалды? Осыны 1 килограмм картошка неше еді? 1500 теңге. Дұрыс, қарекет қордың атынан 1545 басына құтты olsun.
фантазия мобилографтардың хандығы. Құрметті мобилографтар, біз бүгін екі мәселені талқылайтын боламыз. Талқылаймыз. Бірінші мәселе ол ставканы алдыңғы деңгейден өсіреміз. Өсіру керек, жетпейді әйтпесе. 9 деңгей қыламыз. Болды. Палсвойский дейтін нәрсені құртыңдар. Болды, құртамыз. Екінші мәселе ол әр жұма сайын Қыран Талапбек бабамызға арнап видео түсіреміз. Не үшін? Ұмытылып бара жатыр. Әдем, тапа. Бүгінге жиналыс бітті, тараңдар. Анау видеоны таратып жүрген май болғышы. Ұмытыңдар оны. Видео. Көрмейміз оны. Сонымен тамашалаймыз. Өсек сабағы. Так, балалар, бүгін сабақта кім жоқ? Батыр жоқ па? Не болды? Батыр ауыр қапты, апай. Талданға түсті ғой, апай. Қош. Естімесің, машинаға алып кетті оны. Апай өліп қапты. Иманды болсын, өсекті өлтіресіңдер. Иә. Тақырып жазыңдар онда. Иә. Бүгін Еркебұлан Тоқтар мен Марселдің бойын өсек дейміз. Так, кімде не өсек бар? Апай, Еркебұлан Тоқтар ол әте ұтылып қалды ол ақшаға сатылып кетті ол. Аспаннан салбырап түсті ғой, апай. Өсекші. Әке, по факту көрініп тұр ғой, жеңіліп атқан ана. Молодец, үшеуіңе 5 бүгін. Ашып жазыңдар. Қайқан? Трецке. Махаббат бұл бір майдан, құласаң құшақ жайған, бере қолдарымды жайып, сені сұрадым құдайдан, біздің тағдырлар тоғысты. Құрметті достар, құрметті қазылар алқасы. Қазіргі кезде доллардың түсуіне себепкер ол мұнай. Ал қараздық долларының көтерілуіне себепкер ол Есен аға өзіңіз. Есен аға, біз бір алды өткіз жерес қой. Рахмет, елорда. Доллар командасы Жамбыл политехникалық жоғары колледжінің директоры Асхат Картаковқа өз алғыстарын білдіреді. Евромикс және доллар командалары сахнаға. Қазылар алқасы, Есен ағамыздан. Долларда жақсы, еврода жақсы, миксті білмеймін. Бірақ бұл жолы евро көтерілді. 3-0 Евромикс. Тамаша, Евромикс командасын келесі кезеңге жолдамашылармен құттықтаймыз. Жалғастырамыз. 1-32 финал, екінші бөлім, екінші жұп алғашқы болып бастайтын Алматы қаласынан келіп отырған тамаша команда Абайла командасы. Міне. Енді құрметті көрермендер, залда екі қабат әйелдер болса, қазір тұрып шығып кете саңыздар. Біздің әзілдерімізге күлем деп сіздердің толықтарыңызға кеп туп қойларыңыз мүмкін. Мен просто ескертіп жатырмын, тапер. Жалғастырайық онда. Жалғастырайық. Мына командалардың бәрі шығады да Астана дейді, миды шіртіп қояды, біз келейік та бір Форт Шевченко деген қала туралы айтақ та, жіктер. Форт Шевченкода Махамбетова деген көше бар екен. Сол көшеде кеше светоч қапты балдар. Тоқташ, Алматыдан келіп біз айту керекпіз бе? Жаңағы екі қабат кісілерді қайттан шақырайықшы залға. Кіріп отырсын. Ол кісілер өздері тумасан, олар туғызбайды Сосын жігіттер қыздар қауым бізге ренжулі екен. Абьюзер, ред флаг, тиран деген сөздермен бізді әкелерімізбен салыстырып жүр екен. Қуама олар. Кезінде әкелеріміз қандай еді ол? Аналарымызды бір-ақ ұрып көзін көгертіп айтады, ұйықтап айтады сразу. Құдайға шүкір, қайта біз қазір майдаланып кеткенбіз. Сосын құрметтер не ма, мұрын деп. Қайта? Бірден едетіп қасаң? Демесен дендеп тұрсың олайсыз? Кино маусымда кино жайлы айтақ жіктер. Кеше ана ғашықпын саған деген кино көрдіңдер ма? Сол киноның басты актері дұрыс таңдалмаған негізі. Не үшін неге? Мен қараңдаршы, мен ананы істеген, мен де істей аламын да. Мен де бәлкім жалғыз жанып сөнесің сен, Ерсұлтан. Сен ол киноға түссең, ана басты кейіпкердегі актердің ракпен ауыратын киноның басында біліп қоятын Жалғастырақ да жігіттер. Иштеді ғой бұлар. Астанаға келген кезде сөйтеді да. Кеше дайындалып қайтпайсың мен, не қуып тұрсың бүгін? Иштеді бұлар, кетіңдерші бәрі. Сен не деп тұрсың біз
музыкантты? Ей, біздің музыкант білесің ба сен кім? Арыстан ол деген. Ей, машина ол. Біздің музыкант не істей алатын білесің ба? Біз кетіріп жібереді қазір. Осындай кез келген нәрсеге ләззат алатын ағаларымыз болады. Ана шөпті жыл, шөпті жыл. О, тамырымен жыл, тамыр. Уах. Тамыр. Уах. Суақ берді ма? Уах, осындай бір жақсы беріп. Өте тәкаппар химик дүкенде. Саламатсыз ба, маған Ашеко бере саласыз ба? Саламатсыз ба? Ашеко? Не еді ол? Ой, надан. Мектепте осындай қызық көргісі келетін апайларымыз болады. Сен не маған мұрында прикол ұстап тұрсың маған, Сен мұрынсың өйткені. Қоймашы, денсаулыққа өйткенше болмайды. Ажыратпа, тиіспе. Қырыл екеу. Ұры бір-бірін тез. Өлдірін менің сабағымда. Мен соттаған керек. Директ бәріміз соттағатына мектепте. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз мына Қазақстан Кап жобасында 9-шы сынып оқушысы секілдіміз. Біз ары қарай 10-шы, 11-ші сыныпта оқығымыз келеді. Құрметті қазылар алқасы бізге 10-шы, 11-ші сыныпта оқуға мүмкіндік берсеңіздер. Рахмет. Сіздермен бірге болған Абайлы Алматы. Рахмет, Астана. Бұл сезім саған мені апарып, саған деген бұл мендік махаббат. Абайла командасы өз ағаларына алғыс білдіреді. Осылай қолдау жүретін ағаларымыз көп болса екен. Абайла командасының қарсыласы Атырау облысынан келіп отырған Мақат ауданы Дассор кенті Дассор құрамасы. Әнде даусын шығар, құдай тілегіңді өрсін. Атырау облысы Мақат ауданы Дассор кентінен келдік. Біздің ауданымыз өте криминальный аудан. Құрметті астаналық қыздар, сіздер жігіттеріңізді әскерден 40 күн, 1 жыл күтсеңіздер, біздің ауылдың қыздары 4 жыл, 8 жыл, 16 жыл, пожизненно күтіп отқандар бар. Смотря срогына байланысты. Срогына қарайды. Сосын біздің астаналық қыздар сіздер жігіттеріңізден Рафаэлла, Гүл, клубников шоколад алсаңыздар, біздің ауылдың қыздары карт, нарды, корабль, чисто қолдан салған бұйымдар алады. Біздің ауылда сосын 5-тің шайы дейтін жоқ. Бізде 5-тің чефирі дейтін бар біздің ауылда. Сосын біздің ауылдың әжелері бесік жерін айтпайды. Я есть подарим бургерім фонтанчик деп айдай береді. Жігіттер, ауылымыздың жақсы жақтарында айтайық та? Жақсы жағын айтайық. Енді сөздің ішіне керек, біздің ауылымыз Қазақстанда ең бірінші алғаш мұнай шығып, 1911 жылы бүкіл Қазақстанды асырап отқан мұнай біздің ауылымыздан шыққан ғой. Сөздің ішіне керек. Мұнайдан басқа бірақ дым шыққан жоқ қой. Братан, сирк брат шығайынтпан жоқ па? 2 айдан кейін алды өтсін. Жігіттер, Астанаға келгесін бір туселіп, бір көрсіліп ойлайықшы. Братан, туселмей ақ қойдым мен. Неге? Біздер дейтін ауылда базар жоқ, жыртамыз біздер да. Білмеймін, Астанаға келсек бір түрлі бір есен ағаңмысы баса ма, бір зал бір түрлі, білмеймін, бір жақпайды, қысылып ойнайын кәдімгідей. Қысылма. Неге? Қысылып тұрсаң, бүйтейік. Мына Жастар сарайын ауылымыздың мәдениет үйі деп алайық. Сосын Есен ағамызды ауылымыздың әкімі деп алайық. Сосын Нұрсұлтан ағамызды ауылымызда 93-тегі жынды Сиқош бар емес па? Сол деп алып ойнай бер болды емес па? Ау, братан? Жоқ, братан, сен жынды емес, 93-тегі кім ғой? Сиқош жынды. Жоқ, братан, жоқ, братан, сіз елестетпей ақ қой, мынау елестету керек оны. Сіз нормальный жынды мен жынды болыппысың, қуаш. Ау? Жоқ, братан, сен емес жынды. Ман Сиқошқа ауылдағы просто елестет. Біліп отырмын, братан, сен нормальсың, чемпион екім жүріп. Бопты, мен ақ жынды бола қойыншы. Ей, бауырым бұл
Ауылдағы шугаринг. Айгүл, сен басың істеймін, неге салып қойып отырсың мен фотоларымды историяңа? Алып та күйеуің сөйлеп жатыр. Айгүл, бірақ күшті болып қалдым я. Көбелегің деріс болып тұр кәдімгі не бар ма? Рахмет. Карт ойынында дәл осындай актер жігіттер болады. Жүр ал. Көтересің ғой, басатын жоқ қой сен. Мақтанбайтын нәрсеге мақтанатын ағаларымыз болады. Берік, Мұрат, 93-тегі Сиқош бар. Төртеуміз 8 бөлме арақтың басын қайып таттық қой. Қаттысыңдар құлаға. Үшеуміз дома, Сиқош Мұраттан қатты кәдімгі не бар ма? Ауылдағы рентгенде. Келесі керек емес. Самыз, еш не керек. Ағай құрсын не істеп жатсың? Рентген істемей қалды, фотоға түсіріп алам бака. Дворда домдардың алдында дәл осындай апалар болады. Соседка, привет. Как дела? Нормально, сама как? Сама как дейсіз? Сама как деймін, өзің қалайсың? Жақсы. Утром муж на работу отправила. Этот сразу прямиком в душ приняла, прикинь, вишневый соус пен бірге. Классно пахнешь, кстати. Что? Классно пахнешь. Спасибо. Саламатсыздар ма? 57-ші дом осы жерде ма? Какой? 57. Как? 57-й. 57? Да. Ты заткнись ты. 57-й. 57-й? Да. Ты ко мне. Ауылға самолет деп айтамыз. Братан, шықасы донерчик. Донерчик. Фальшивый ғой. Фальшивый. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен тұңғыш мұнай шыққан жерден әрең ақшасын тауып келіп отқан Доссор құрамасы. Рахмет, Астана! Тамаша, Доссор құрамасы Мақат ауданының әкімі Азамат Саматұлына, сонымен қатар Атырау облысы жастар ресурстық орталығының басшысы Мәнсия Сағидоллақызына өз алғыстарын білдіреді. Абайла және Доссор құрамалары сахнаға. Айта берейін ба? Әр жұп сайын бір әзіл айтып, соған күліп сосын барып кірісетіненім ғой. Қиын болып тұр маған. Биыл енді әрең келсеңдерді келдіңдер ең бастысы. Былтыр келген кезде қазір басқа лигада жүретін едіңдер. 3-0, Доссор. Доссор құрамасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз және де бүгінгі ойынымызды одан әрі жалғастырамыз. Үшінші жұп бастайтын Қарағанды қаласынан келіп отырған Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті сахнада орталық командасы. Есен аға, есік ашып жүресіз ба? Біз ғой көршілер. Сөзің білмейм, мен де білмейм. Давай, Алихан. Құрметті көрермен, мына біз Қарағандылық болғанмен, Қарағандың жан-жақ ауданнан жиналған балаларымыз. Мысалы, мен жақтан Серік Сәпиев шыққан. Әділ жақтан эстрада жұлдызы, әнші Күләш Бәйтитова шыққан. Сұңғат жақтан ұлы ғұлама философ Сәкен Сейфуллин шыққан. Зинат осы сен жақтан келіп шықты. Біздің жақтан анекдот шыққан ғой. Анау ат депті деген анекдот бар ғой.
Сол біздің ауылдан шыққанға 97-лер шығарған. Қайырлы кеш Қазақстан! Ей, жігіттер, жайдарман. Бүгінгі біздің ойында ұту үшін бізге ақылды адам керек. Білімді адам керек. Жастар жанашыры керек. Стильный адам керек. Қумаш Әлихан, екінші Есенелкен ағаны қайдан табамыз? Зинат, сен не айтыпсың? Сен де 26 жасында адамдар не істеген білесің ба? Мен саған живой пример келтірейін. Пеле әлемнің 3 дүркін чемпионы болған. Apple компаниясының қалаушысы Стив Джобс. Тоқташ, сен точно живой пример көрсетіпсің ба? Жігіттер, қуаныш жаңалық, күні кеше ғана мен бритва шығаратын заводқа жұмысқа тұрдым. Неге именно бритва? Жақсанда, ақшаны қырып табасын. Сендер соңғы жаңалықтарды естіп жатсыңдар ма? Тәжікстанда GTA, Counter Strike деген ойындарға запрет қойыпты. Қойай, шуақ, оларға запрет қою үшін бірінші компьютер керек шығар. Олар осы сөзің жетіп, олар ренж қалады деп ойламайсың. Қойай, бірінші олар ренжу үшін оларға интернет керек. Ендеше ойынымыздың басын ауылдағы 95 жылғы қыздардың сөзімен бастаймыз. Өштін бөшетін от емес, сен сияқты жорт емесің. Сонымен көреміз, орыстарда да сәжде сияқты приложение бар шығар. Кеше Андрей, Сергейшіміз балыққар дәу балық суалдыққа ойлашқа. Жүреді осы уақыт кіріп тұрай. Көреміз, Америкада да осындай бағдарламалар бар шығар. Естіп атсың осыны тірі деп атыр ғой. Сонымен көреміз кенгурулардың отбасында. Чо там жаным, тағы бір балаға желание бар ма? Қойы, қалтамызды көтермейді. Мектеп кезінде өзінің сезімін бірден білдіріп қоятын осындай қыздар болады. Жігіттер, давайте, сынғат пока. Көшеде. Ассалаумағалейкум аға. Алейкум ассалам. Сізде теледоваға звонокка бар ма? Бар ғой. Алло, теледова, сендер неге көтермейсіңдер? Сонымен көреміз, рекетир. Хорошо работаешь, Саян. Білем. Хочешь с нами работать? Сенде де не жұмыс? Мебель тасу керек. Қой оған, белгемейді. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің жерлесіміз атамызына Тоқтар Әубәкіровтен ғарышқа ұшатын сәтінде сіз ұшудан қорықпайсыз ба дегеніңізде, жоқ, мен артында халық бар деген болатын. Құрметті көрермен, сол себепті бүгінгі ойыннан ұшуға біз де қорықпаймыз, себебі біздің артымызда да халық тұр. Сіздермен бірге оған әлі күнге дейін өз бөлшайларын жақсы көретін орталық қарамасы. Рахмет, Астана. Тамаша, орталық құрамасы Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің ректоры Сәуле Сагентаеваға өз алғыстарын білдіреді. Жалпы өздеріңіз куәсіздер, былтырғы жылдан бастап, әсіресе биылғы жылғы маусымда Қарағанды облысының намысын қорғайтын командалар өте сәтті өнер көрсетіп жүр. Осы жерде отырған қарағандылық ардагер жайдарманшыларға, соның ішінде Қарағанды жайдарман филиалының директоры Бегім мырзаға бір қол соқ қояқ. Тамаша жұмыс атқарылып жатыр деп есептейміз. Өз басым, мысалы, солай ойлаймыз. Сонымен, орталық командасының қарсыласы жергілікті топ Астана қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті Project құрамасы. Жігіттер,
бүгін маңызды ойын дұрыстап ойнайық. Үшкет жүрмек ана Реал Мадрид ұстап. Че там? Күлдіңдер қалында Барсаға. Не болды? Қала Мадридтен үшіп кетті ма? Өгізге де туғанын бұзауға да туады дейді қазақта. Тоқта. Туғаның мәне. Шақырмайсың бека сондайда. Алдында мен сен шақырдым ғой, білесің бе? Мен өмір сондай жерлерде қалып қоя беремін ғой мен. Туған күнің мене. Рахмет. Рахмет. Манс, маяқта туған күн тойлап отыр, келсе бірге тойлайық. Примерно осындай команда енді. Команда дегенде қандай? Осындай адамдар енді бұлар. Осы адамдарға мен әрең шыдап жүрмін. Сіздер бір 4 минут шыдап берсеңіздер, сол жетеді. Мен бұларды таныстыра кетейін. Бұлар Аққуды атып саған, досын сатып саған, өз ішкен құдығына түкіріп саған, досы ауырып ыңқылдаған, еңбек етпей еміп саған. Вообще мақал мәтел бұлар. Жігіттер, одан ана қазіргі отқан жағалтар айтайықшы. Доллардың өсейін деп отқан етейік. Анау ипотека қымбаттап жатыр. Машиналарға штраф салатын сергектер көбейіп жатыр. Санжар, сен өзіңе келетін жаңалықтарды айтсашы. Көшеде бомждардың көбейгенін айт. Жабайы иттер азайғанын айт. Тырнақ алатын кусачки бар ғой, вот соның қымбаттағанын айт. Вот осы жаңалықтар жарасады саған. Құрметті көрермендер, біз ескі универ аграркадан келдік. Бірақ аграркадан болғанмен біз басқа универге қызығамыз. Жігіттер байқадыңдар ма? Басқа универге қарағанда мұғалімдер кәдімгідей жас, Біздің универ мұғалімдер біздің универмен жасы ғой, бәрі кәрі. Мысалға сіздер мұғалімдермен сабаққа кешігіп жатса, қуанасыздар ғой, сабақ болмайды деп қателесе саласыздар. Біздің мұғалімдер кешіксе, уайымдаймыз, переживать етеміз, ақша жинап бастаймыз. Жігіттер, кеше көшеде келе жатсам, құдыққа түсіп кеттім. Сөйтіп баспалдақ кеп шығып кеттің, Мен саған анекдотпын ба? Сол жерде жаттым, біреуін кеп көмектесем демейді. Жігіттер, кеше клубта бір қызбен таныстым мен. Анау кәдімгідей сторыстарыма лайк басып, күніге таңертең жазып жүр маған. Қай жеріме сынды екен мен, ше? Труба деп ойлап қалған шығар сені. Жігіттер, мен Тенелекова деген әншіні көрдіңдер ма? Өлең текстін қалай жазатын ау? Тыңдаңдаршы да өлең. Әкеден кетіп жатыр ма? Андағы тексті папасы жазып берген бе? Үйтіп еркелете бермеңдер ол қызды. Бір күні шешеден кетеді. Ой, оның арғай текст бар роман тыңдасай. Бір сабақтан 4-ке шығып тұрым, сұрақ көрші сыйлық қып әкелем екен. Әлде обязательно бәрі сабақтан 5-ке шығу керек пе? Рахмет. Сіздермен бірге болған астаналық проект құрамасы. 4 минут шыдап бергендеріңе рахмет. Рахмет, тартысты жұп болды. Нәтижесі қалай болатын бірге аңғарайық. Орталық және проект құрамалары сахнаға. Ой, заманай жерде доллар үстінде жігіттер басып тұр. Тез-тез. Бір доллар алып алыңыздар. Рахмет. Екі команда лайық. Өте жақсы өнер көрсетті. Дегенмен басым көпшілікпен 2-1 орталық. Орталық құрамасын құттықтаймыз. Командаларды қошеметпенен сахна сыртына шығарып салайық. Өте тартысты жұп болды. Жалғастырамыз. 4-ші жұп алғаш қол бастайтын жергілікті команда Астана қаласы, Астана IT University, сахнада Нео құрамасы. Жігіттер дайындалайық деп айттым, 7-ші орын алып қалдық қой. Топас реттілік дейді. Не қар Астана!
Жігіттер, андай болмай ма? Кәдім жазда сабақ оқығыларың кеп, құлшыныстарың ашылып, бір кітап қолдарынан түспейтін кездер болады ғой. Нәкеса оны леті дейді. Жігіттер, не қуып кеттіңдер? Бүгін маңызды ойын. Бізге тактильный ойнау керек. Тактично. Тактично. Жігіттер, командамыздың аты Нео. Сол Нео болғандықтан команданың атын құрметтеп, қолдап кәдім Нео дейтін темек шегіп жүрмін. Командамыз аты Қызылжар болса ішіп кетейін деп тұрсың өзі. Құрметті көрермендер, біз Астана IT университетінен келдік, ал біздің университетте барлық сабақ ағылшынша өтеді. Мысалы, Асқат ағылшынша айтшы. Hi, есен бразер, I'm fine, thank you. Пожалуйста. Болды ма? Ағылшын бітіп қалды ма? Ағылшын жақсы болса, аяқта Қазақстанға ойнап тұрмаймын ба, жігіттер? Жігіттер осы ағылшын дегеннен шығады, жақында қызым айлс тапсырды. Жақсы ғой. Сөйтіп листниктен 0 алды. Қалай? Дұрыс қой, адам тыңдап өлмейді. Құрметті көрермендер, білесіздер, қазір Қазақстанда жалпы цифрландырудан өтіп жатыр. Қалай ол? Мысалы, қара, бұрын әкімнің кабинетіне кіре алмайтын едік қой. Қазір сайтқа кіре алмаймыз. Біздің халық цифрландыру деген сәл қате түсініп жүрген жоқ па? Жалпы прогресс бар, бірақ бағыты біртүрлі. Құрметті көрермендер, Жайдарман Достық мекендейді, негізі оның бәрі өтірік әңгіме. Осы тұрғанда артта ажиотаж командалар бір-бірімен қырылып жатыр кәдімгі. Рас. Қарсылас командамыз сөздерін ұмытып қалсын, дұға тілеп тұр. Сосын ана шутте, ана походу дұғалар қабыл болып Ал ендеше ақ патшамға қарсы аң патшасы. Тамашалаймыз. Президентіміздің жарлығына байланысты дүкенде болған жағдай. Саламат сапай темекі бола ма? Бар, қайсысын берейін? Құрылтай акваблю. Тамашалаймыз. Oppo телефон шығаратын компаниясының офисында. Құрметті әріптестер, жаңа смартфон шықты, соған реклама түсіру керек. Кімде iPhone бар? Бар ғой. Тамашалаймыз. Набережкада қыдырып жүргенде міндетті түрде осындай жағдай болатын шығар. Ойлаш, 50 мың теңге беремін десе. Осыдан секіресің ғой, Секіресің ғой. Кез келген ортада осындай математик достарымыз болады. Сәлемдер супайлары, Ақбұлақ 5, 5, 5, 5, 4. 4,8. 4,8. Сонымен тамашалаймыз, красавчик жігіт. Рахмет. Келесі әзіл. Титаник фильмі Астанада түсірілсе қалай болар еді? Роуз? Ау. 50 мың теңге береміз. Наяқта секіресің ғой, Секірем. Құрметті көрермен, ойын соңында Қазылар алқасы сөз сөйлейді. Жалпы айтып отырмын да. Алдарыңызбен көрсеткен Астана IT университетінің Нео құрамасы. Рахмет, Астана. Нео құрамасы Астана IT университеті әкімшілігіне өз алғыстарын білдіреді. Нео құрамасының қарсыласы Алматыдан келген алматылық аруларымыз. Алматы қаласы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Сахнада Ақ патшам командасы. Shoes your Tiffany. Flowers Fictany. Shoes your Tiffany. Flowers Fictany. Mortal Kombat. Tong 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 tong. Mortal Kombat. Tong 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 tong. Бүгін сахнада сіздермен бірге тигрица, кошечка, мяу, устрица. Айтсайшы, не ол устрица деген? Мен оның даусы түгіл түрін де білмеймін ғой. Және микроволновка.
Пинг-пинг. Салима, микроволновкасынес? Зато 2 минуттай дайын болам. Кеш жарық қазақ елі. Кеш жарық бәріне, ханымдар мырзалар, кеш жарық сіздерге. Жігіттер арулар, сіздермен сахнада, Ақпатшам Алматы. Құрметті көрермендер, ойлап тұрған шығарсыздар, бұл қандай команда деп. Біз Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінен келдік. Оның үстіне педагог болғандықтан сәл-пәл миымыз ашып қалғаны бар. Қыздар, бүгін менің настроением жоқ. Бүгін папа тағы да ішіп келді. Енді ішіп кеп концерт қойды ма? Жоқ, өздерің бар көркеңдер 2 билет бер. Ротототоң, тоң-тоң-тоң-тоң-тоң-тоң, рототототототототоң. Сосын қыздар, байқайсыңдар ма? Нұрлан Еспановқа соңғы кездері тек жігіт командалар ғана пародия салады ғой. Ішінде бір қыз команданы көрмейсің ғой, пародия салып атқан. Сенің мына пародиядан тек қана шашың ғана ұқсап атқан сияқты ғой. Шашың Нұрлан Еспанов, бойың Мейрамбек Беспаев болып тұр ғой. О, ноутбук қосылды, Табер, қош келдің. Қыздар, осы сендерден бірдеңе сұрайыншы. Осы сендерге де 112-де мас күйінде суға шомылуға болмайды деген сообщение келе ма? Иә. Уф, шошып кеттім, о, қаяқтан біліп қойды бұлар деп. Олай болса қыздар, Есен ағамыздың өзі біз үшін тақып қысып отырғанда бастамасқа? Бастасқа? Жемпуда мүлдем болмайтын жағдай. Екінші пара асқаны. Спасы. Көңіл күйі керемет болып тұрған вокзал диспетчері. Құрметті жолаушылар, Астана Алматы бағыты бойынша жүретін жүрдек пойыз кетті. Саған қолым жетті. Ақпатшам командасы кино маусымындағы алғашқы ойынның сәлемдесуін аяқтады. Рөлдерді сомдағандар: Сақтағанова Салима, Берік қызы Саяжан, дыбыс қоюшы Айтқалиева Айзат, біздің подъездегі көрші Орсапайдың аты Анастасия, менің папамның машинасы Chevrolet Nexia. Құрметті көрермендер, біздің мекен-жайымыз Достық 5/1. Біз сонда боламыз. Рахмет. Бес минуттық жалған ойында сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Ақпатшам Алматы. Рахмет. Ақпатшам командасы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры Бейбіткүл Кәрімоваға өз алғыстарын білдіреді. Нео және Ақпатшам сахнаға. Төртінші жұп жайлы қазылар алқасының пікірі Есен ағамыздан. Бір ауыздан 3-0 Ақпатшам. Алматылық аруларымызды келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Командаларымызға құрмет білдіріп сахна сыртына шығарып салайық. Рахмет. Қымбат көрермендер, биылғы жылғы жайдарман ойындарының бас серіктесі Freedom Ticketon кино, концерт, спорттық ойындардың билеттерін енді бір жерден сатып алуға болады. Билет сатып алу бұрын соңды дәл осылай оңай болмаған. Freedom Ticketon бұл жай ғана билет сататын сервис емес, бұл сіздердің жарқын әсерлеріңіздің афишасы. Біздің серіктесімізге бір қол соғып қойсаңыздар болады. Жайдарман және Freedom Ticketon. Жалғастырамыз. Келесі жұпты бастайтын Қарағанды қаласынан келіп отырған команда тәртіп сақшылары. Қошеметпен қарсы алайық. Ішкі істер құрамасы.
shut him down. DJ Laz, you gonna kill him with this one, man. Diaz Brothers. DJ Laz, the pimp with the limp. I'm back. Diaz Brothers, let's go. I'll let you boom, shake, shake, now drop. What your mama said. Boom, boom, shake, shake, now drop. What your daddy said. Boom, boom, shake, shake, now drop. What your sister said. Boom, boom, shake, shake, now drop. Жігіттер, мына биіміз қате болған жоқ па? Дұрыс, сол Қазақстанда полиция қызметкерлері билеп жатқан. Қайырлы кеш, Астана! Сен керексің, сен ғана керексің, сен майсың сен. Біз Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды полиция академиясынан келдік. Қарағанды академиясы тергеушілерді дайындайды. Ал тергеушілердің жұмысы өте қиын. Олардың жұмысы несі қиын? Олар дейтін ана подъезде тұрған велосипедтерді тауып береді. Сөйтіп ана орыс апан жоғалып кеткен мышығын тауып береді. Сөйтіп ана жоғалып кеткен бомждар бар емес па, соларды үйлеріне апарып тастайды. Сөйтіп ана жанжалдасып жатқан отбасыларды татуластырады. Сенің жұмысың ол, участковыйсың ғой сен. Құрметті көрермендер, тергеушілердің жұмысын көбісі түсінбейді. Ал сіздердің тілдеріңізде тергеушілердің жұмысын түсіндірейік. Кейде аналарымыздың өзі тергеуші болып кетеді. Түні мен ұйықтаған жоқпын. Бәрін біліп отырмын. Таңғы 4:30-да келдің ғой сен. Мына өзіңнен бұрын мына темекінің иісі кірді ғой мына. Ал кейде қыздарымыз тергеуші болып кетеді. Неге түнде төгесіңді өшіріп тағансың? Ұйықтадым. А чо төгесіңді өшірмесең? Түсіңе кіре ма не оңбаған? Тіпті әншілеріміздің өзі тергеуші болып кетеді. Не буду ярым, не буду söyle, не буду canım, не буду söyle. Құрметті көрермендер, негізі біздің академия жас балаларды нағыз ерке қып тәрбиелеп шығарады. Мысалы, командадағы жігіттер академияға түспес бұрын мүлдем басқаша болған. Мысалы, Аян академияға түспес бұрын мынандай болған. Бір Қытай мен Қазақстанның шекарасында ұсталып қалған ұрыларға ұқсай ма түрі бірдеңе. Ал бұл Бақаның түрі мынандай болған. Шашын алып өзіміз адам қылып алдық. Ал бұл Мәдидің түрі мынандай болған. Ал қазір мынандай. Қарағанды академиясы кез келген адамды еркек қыламыз. Менің атым Музар. Қой. Музар. Шын айтам жігіттер, қараңдар. Шынымен, Музарт, сонда сенің атын не үшін Музарт деп қойған? Кезінде әке-шешем Музартты көп тыңдаған, сосын Музарт деп қойған. Сен әке-шешең қайта Сеймоны көп тыңдамақты, Құрметті көрермендер, Қарағанды қаласында жақында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жайдарман ойындар өткен болатын. Мен соларды вообще ұқпадым ше. Сондай жемқорлыққа қарсы ойындарды өткізсе, Қазақстанда бұлай болатын сияқты. Алдында бір-екі тірліктерін бітіріп беріңіз, соған бір рахмет ретінде ақпасаңыз. Жоқ. Неге алмайсыз? Алдында Қарағандыда болған жемқорлыққа қарсы ойыннан кейін вообще ойып кеттім мен ондайды. Құрметті көрермендер, егер сіздер бізді келесі кезеңге өткізіп жүрсеңіздер, Қарағандыда полицияда таныстарым бар деп ойлаңыздар. Қойшы, сен кімге керексің? Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен ішкі істер құрамасы. Рахмет. Өзіңнің кім
Ішкі істер құрамасы Қарағанды полиция академиясының басшылық құрамына өз алғыстарын білдіреді. Ішкі істер құрамасының қарсыласы Қызылорда облысынан келіп отырған Сырдария ауданы Сапа командасы. Жігіттер, бүгінгі ойында жеңіске жету үшін Қайсар футбол клубын қолдап жүрген имамдар шақырып қойды. Онда бүгін жеңіске жетпейміз, әрі кетсен неше боламыз ау? Неге? Соңғы кезде олар подват етіп жүр ғой. Жігіттер, бірден жаңалықтан бастайын. Жақында ғана ауданымызда бір жігіт бір күнде 2 көлік ұрлап столып қалған ғой. Ойлаңызшы. Ол GTA-да миссия орындап жүр ма? Қайта ол екінші көлік ұрлап жатып ұсталған дұрыс болды. Әйтпесе 5 жыл жанып вертолетпен қойып, анау пляжға дейін қашады еді. Жігіттер, қазір қыздар байқайсыңдар ма, шет-шеттерінен кәдімгідей бизнес-вумен болған. Өздерін қатты дамытып алған. Личный бренд дейтін қалыптастырып алған. Астарында бір-бір машинадан мініп алған кәдімгідей. Біздің балдар ше. Біздің балдар алдына братан бір тема бастайтын етіп, содан зона күтіп отырып қайлы. Жігіттер, мен дым настроением жоқ бүгін ше. Неге? Үйде кішігірім проблема болады. Мама мен папа ажырасам деп бәле қылып жатыр. Жігіттер, қойындаршы, осы ойынға келіп аласыңдар да проблема дейсіңдер. Сендердің халыққа проблемаларың вообще қызық емес, жігіттер. Сенің әке-шешең ажырасып жатқаны, сенің тридцатта видеоң тарап кеткені, халыққа бұндай проблемалар қызық емес, жігіттер. Ютубта ашқан халыққа осындай проблема қызық сияқты қойды. Сахнада Сапа! Дәл осылай бір түрлі жарнама жасайтын блогерлер болады. Құрметті достар, мына көшенің қиылысынан 2 машина соқтығысып, адамдар зардап шегіп жатыр. Бірақ бастысы болмас, басты мына жақта Асқана Ташкентский плов 990 теңгеге. Қазіргі таңда продюсерлер киноның маркетингіне көбірек көңіл бөлуде. Сонымен кезекті фильмнің шақыртуында. Саламатсыз ба? Мына жақында шығатын киномыздың боксы, қарап жүрсеңіз. Машинаның кілті ма? Кобальттың кілті ғой. Кобальттың кілті базар жоқ, осылай. Тағы бір қағаз тұр ғой. Дубайға путевка ғой. Дубайға путевка осылай ма даже? Квартираның кілті ма анау? Астанадан 3 бөлмелі квартираның кілті ғой. 3 бөлме, сендер кино маркетинг қатты ақша бөліп жүріп, ертең киноларын онша емес соқ қоймай ма? Ой, қазір деген бәрі сөйтіп жатыр ғой, просто келіп 30 қалдырып кетсеңіз болды, 10-да 100-дік. Болды, қатырамыз ондайды. Өте мәдениетсіз подкаст жүргізушісі. Қатыныңмен не үшін ажырастың енді? Сол мамашықмен дұрыс болмай қалып, үйде ұрыс болып. Ой, шешеңнен болып тұр екен ғой кінәнің бәрі, Дұрыстап сөйлесей, подкастқа шақырдым да дұрыстап сұхбат берсең, десе отыр. Просто ертең балдарың бөтен бір мужикке папа деп жүрген обидно ғой просто. Кез келген базарда тура осындай сатушы ағаларымыз болады. Құрғы клиент дегенме кетті ғой. Кім келеді соны ұстаймын. Бауырып кел, футболка сен. Футболка бар менде. Арзаннан беретін, алып қасен. Жаңағына алғам аяқтан. Футболкың жоқ сияқты ғой? Жоқ қылдың ғой, сен 1200 футболкасын құрттың ғой. Бер енді футболкаңды. Размерін айтшы. XL. Өлі інім сенің размерін қамапты. Енді? Шалбар асы. Кеш ал сен. Күйгеніме Құрметті достар, ойын соңында терең өзектен команда шықпағанына 13 жыл болды. Сол үзілістен кейін қайта келген Сапа. Рахмет, Астана. Сапа командасы Сырдария ауданының әкімі Берік Сәрменбаевқа өз алғыстарын білдіреді. Ішкі істер құрамасы және Сапа командалары сахнаға. Бесінші жұп жайлы Қазылар алқасының пікірі.
Бұл ойында жалпы осы екінші бағдарламада бізде 16 топ өнер көрсетеді ғой. Әр жұпта ешқандай мәселе болмай жатыр. Бұл жұпта да айқын 3-0 ішкі істер Қарағанды. Тамаша, ішкі істер құрамасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Сапа командасына да сәттілік тілейміз. Және бүгінгі сайысымызды одан әрі жалғастырамыз. 6-шы жұп бастайтын Атырау қаласынан келіп отырған Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті. Сахнада Авангард Халел. Ассалаумалейкум, Астана! Әкежан, түшпе сенікі? Өсіп кеттің бәлде. Астанаға бір қолмен бүйтіп, екі қолмен дасты ғой. Ассалаумалейкум, Астана! Атыраудан келдік. Қош, Атыраудан келдің ба не? Мен де Атыраудан келдім ма? Қош. Қашан келдің? Кеше келдім мен. Мен де кеше келдім ғой. Жерлес. Зиома. Әкежан, балдарды бір-бірімен таныстырып тұрсай арасында. Жігіттер, мына жақында Атырауда дрон ұшыру арқылы мына жерде жүрген көліктерге айыппұл салынып жатыр екен. Қазіргі дрондарға не болған? Біздің кездегі дрондар қандай еді? Той түсіреді, love story түсіреді. Одан қалса қаланың әдемі жерлерін түсіреді. Әділет, қазір Қазақстанда екі жұмыс жасамасын қиын. Ол да бір үкіметке пайдасын тигізіп, пенсионкасын алып отырғысы келген шығар. Жігіттер, Атыраудан интриган курс ашылып. Қош, мен соған қатысып атым. Не үйрендің? Айтшыш Құдірет. Айтшыш Құдірет. Келсендер көресіңдер ғой. Достар, алғашқы әзілі біздің Атырау қаласындағы өзін-өзі тану сабағында. Иршат, мен саған бақыт тілеймін. Құдірет, онда мен саған барып шаттық тілеймін. Шаттық тілейсің ба конкретті? Аман жүр, қатайма бірақ. Давай. Рахмет. Достар, көреміз, әр ортада осындай очко жинайтын балдар болады. Жігіттер, су ішіп алсаңдар. Ағир кешін шеш бірінші. Жалғастырамыз, достар. Мүлде мысал келте алмайтын ана үйінде. Не жетпейді сендерге? Не қырыла бересіңдер итпен огурчик ұқсап? Мама, мына мысалың онша емес болып қалды ғой. Сен маған еще сөз қайтарасың ба, телевизор сияқты? Достар, көреміз, өзінің туған інісінің жекпе-жегін төрелік етіп жатырған төреші. Біләл Әкежан ортаға, Сақш бергел. Бізде face to face, көз атысамыз, бір-бірімізді соқпаймыз, соғатын жағдайда гонораданнан айрам. Не болды дейсің? Не болды дейсің? Сабыр. Астыма жұққа, не болды дейсің? Сақш, нормальный ма? Жылама. Сүрт көзіңді. Бергел. Бұзық, тәртіпсіз бала екенсің өзің бір. Соқпа. Сақш, ұрда қашып кет. Ұстап тұрам, ұрда қашып кет, Сақш. Жалғастырамызды, той ұйымдастыру орталығында. Брат, 27-сі боссың ба? Босын, брат. Қасында музыкант болады о да? Музыкант бар, брат. Нема, фотограф бар ма сосын? Фотограф, бар, фотограф. Оператор ше, оператор. Аниматор, ойбай. Аниматор, андай қонжық бар ғой, аю. Бар, міне қонжық, аниматор бар. Батырлар бар ма выходқа? Не тоет, брат, сенде? Жоқ, бар ма, айтшеш? Табуға болады ғой негізі. Не, официант бола ма сосын? Официант, со жерлерде жүрмейтін бет, брат, өзі. Повар ше, повар. Повар, брат, сізге тамада керек бес бет? Жоқ, бар тамадыңыз, рахмет. Сіз кімсіз?
Мен тамадым ғой, команда жинап жүрер, номер жіберші бәрін маған. Ей, құрметті әділ қазылар алқасы. Келесі кезеңге өткізсеңіздер, менде мықты әзілдер бар. Қандай әзіл ол? Айтшыш бізге. Өткізсін да көреді ғой. Рахмет, Елорда. Авангард Халел командасы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің ректоры Саламат Нұрмұханұлына өз алғыстарын білдіреді. Қалайсыздар? Шаршап қалған жоқсыздар ма? Жақсы демалып отырсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Командалар сахна сыртында қобалжып, уайымдап жүр. Бір сергіп алайықшы, бір оянып алайықшы. Барша Қазақстан кап чемпионатының сахнасына шығып отырған командаларға көрермендерімізден бір қолдау болсыншы. Қосыға жайдарман! Жалғастырамыз. Авангард Халел командасының қарсыласы Қарағанды қаласынан келіп отырған Болашақ жоғарғы колледжі сахнада Демал командасы. Бір-екі, келе шатты қыздар. Бір-екі. Не мынау? Шутка ғой. Сонымен көреміз, Майкл Джексон дышыда дейтін. Қалай саған? КВН ойнаған ба Майкл Джексон? Ол басына қара шляпа киетін еді ғой. Не майовкаға баратын тәтелер ұқсап неге бағансыздар бастарына? Неге үш Майкл Джексон болып тұрсыңдар? Дұрыс қой, Аружан. Мынау Майкл, мынау Джексон. Мынау Майка мен Джинси болып тұр ғой. Сен кімсің ал? Сымбат. Тұршы орнына бар. Оның еще өлең айтатын өнері бар еді ғой, қыздар? Аружан, ни слова больше. Қосшы. Жаз күнінде жайнаған масатыдай жер сұлу, аққу қаздар тойлаған айдын шалқар көл сұлу. Нейін күшіктеп атқан иттер ұқсап естеп түсінсен? На құрметті қазылар алқасы, на команда қарап қойыңыздаршы. Наларда не харизма жоқ, не бір көрсеткен шоулар жоқ, не бір билеген билер жоқ. Әкім қайда қарап отырсыздар? Сәлем Астана! Қазақстан кап қыздар. Кеше вечерға бардың ғой, қыздар. Саған сонда бәрібір. Аузыңды жапшы, Аружан. Кеше вечерға бардың ғой. Қалай болды? Вообще онша емес. Неге? Енді қарасаңдар, өзіміздің одноразкаға запрет беріп тастапты. Өзіміздің энергетикаға запрет беріп, өзіміздің күнделікті темекке запрет беріп тастапты ғой. Бір ұлттық тағамын құсап айтып тұрсың ғой, Сымбат? Оны ғой, кеше вечерда қыздар тазикке құсып бәле қылды ғой. О, тазик өзіміздікі. Мен сөзім жалғастырайын аяқта. Кеше вечерда сен қыз болмаса мен орыма тұрып ойнасайын ана жерде. Бәріміз сен аузын қарап тұрайық мұнда. Қарасай онда аузыма. Кеше вечердан кеше походқа бардым ғой, қыздар. Сен қыз не істейсің походта, айтшы маған. Не істейді адам походта, Аружан? Не істейді? Барып ит төбелестірем. Волейбол ойнайтын қыздардың добы болатын шығармын. Болмай баратса зират аралай салам ғой, нең бар менде? Алло? Қалай фотобатлон ұтылып баратсың? Қыздар, мен фотобатлон ұтылып бараттым, көмектесіп жіберіңдер маған. Қай жыл өмір сүріп жатсың сен? На фотода қалай өзі? Нәпсі мен иманды қатар ұстап тұрсың ба? Мынау әрі кетсе екі ақтау үшін айтсын ба? Біреу өзіндікі, екінші жалғасыға соткасын салып атқанда басылып кетеді мынау. Әңгімеміз жарамайды, қыздар. Артта командалардың бір ерекшеленіп кішкене шоу көрсету керек қой бізге. Аружан, ни слова больше. Аунай салмадың ба сен? Солай күлкішті болатын еді ғой. Сен мынаған да таңғалмай тұрсың ба? Жоқ. Аружан, ни слова больше? Сен осы үшінші рет айттың Сымбат. Үшеуі де кірген жоқ. Қыздар, дайындалыңдар. Мессерге көрсет дедің ба? Неменеге алып шықтың мынаның бәрін? Ақыры алып шықтың ананы жайып бір бәле істесейсің. Мен істеймін дедім Аружан.
Неменеге алып шықтың онда? Жиналып қайтып бара жатқан жерін қайдан білесің? Мынау не істеп тұр? Үйренгенім осы пака. Ананы ұстамай айналдыратын еді ғой, сымбат. Ал, міне кетті. 1-2, 1-2, 1-2. Сен не істеп тұрсың? Ыдыс жуайын деп тұрсың ба, Камила? Бүйтіп ойнайтындар бар, қапта ойнамақ қойындар, қыздар. Бұл сөзің сағынып, саған деген бұл мендік махаббат. Мәңгілікке сезімім сақталып. Алдамызда өнер көрсеткен демал құрамасы рахмет Астана. Мазалама мен бүгін демал, жаным, ұмытып бәрін. Тамаша, Демал командасы болашақ жоғарғы колледжіне өз алғыстарын білдіреді. Алғыс білдіреді. Дұрыс қой, білдіреді ғой. Жалпы биыл, Аллаға шүкір, қыздар командалары өте сәтті өнер көрсетіп жүр. Жайдарман топ жоғары лига ойындарында да көш бастап тұрған қыздар командасы. Былтырғы жылғы біздің Қазақстан Кап жобасының вице-чемпиондары да болған қыздар командасы еді. Жалпы қыздарға рахмет, жақсы ойын көрсетті. Алтыншы жұпты қорытындылайық. Авангард Халел, Демал командалары сахнаға. Қошеметтеріңізбен! Жалпы екі командаға да көп рахмет. Авангардта жаман ойнаған жоқ. Дегенмен біз келесі айналымға демалатын шығармыз. Демал. 3-0. Жақсы демалдық. Ойындарыңызды көріп, лайықтысыздар деп есептейміз. Қыздарға да жігіттерге де қол соғып, сахна сыртына шығарып салайық. Жақсы демалдық қоя. Қымбат көрермендер, бізде бір қызық жағдай орын алып тұр. Осыған дейін өнер көрсеткен мықты командаларға қарап сескенді ме екен, бірақ келесі жұпты бастайтын алғашқы біздің командамыз сайысқа түсуден бас тартқан екен. Сол себепті, құрметті қыздар алқасы, рұқсат болса, келесі жұптың тек қана бір командасы өнер көрсетсе рұқсат етесіздер ме? Бірінші команда осындай шешім қабылдап сайысқа түсуден бас тартқан екен. Рұқсат болса, бір команда өздері шығып ойнасын. Ойнасын. Мүмкін өтпей қалатын шығар. Мүмкін, паузада кететін шығар. Мүмкін, ол да мүмкін. Енді қалай болғанда да, қымбатты көрермен, бұл команда дайындалды. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Қарағандылық тәртіп сақшыларының сәтті өнер көрсеткенін тамашаладық. Енді елордалық тәртіп сақшыларының өнерін бірге тамашалайық. Астана қаласы, Елорда сақшылары. Алдарыңызда подполковник. Генерал болудың орнына Жайдарман ойнап жүрген Елорда сақшылары. Қайырлы кеш куәгерлер. Сайлау, осы сен оперсың ғой, жоқ. Жасырма айта берші, бәріміз бір структурада жұмыс жасаймыз. Опермін ғой мен. Өткен жол сендер машинектер ұстадыңдар ғой. Содан 350 миллион теңге изымат еттіңдер ғой. Содан бірден алдыңдар ма? Жоқ, қайдан аласың ол жерде адамдар фиксация жүріп отады, бастықтар бар дегендей. Бір тиын да алмадыңдар ма сонда? Көрдіңдер ма? Сендейлердің кесірінен халық бізді жемқор деп ойлайды, алаяқ деп ойлайды. Керісінше біз жұмысымызға адал. Адал, не айтып кеттің? Сол жұмыстарың үшін сендерге премия алдыңдар ма деп жатыр? Алдық қой премия.
парни неге итпен шықтың? Бұл ит жай ит емес, наркотик іздейді. Иіскейді, табады, қуады. Қуат? Қылмыскерді қуады. Мынау не? Бұл робот ит. Бұл барлық ақпаратты біледі. Керек десен, залда отырған адамдардың қайсы әскерге барған, бармаған анықтап береді. Залға бір жіберіп болатын екен, Нем бар, жарты салдан айырып боламыз. Аға лейтенант, кеше сіз клубта жай жүрдіңіз ба? Клубта жұмыс барысымен ғой, подбрекертем. Сіз ішіп оттыңыз ғой. Енді клубта ішу керек болды, подбрекертем іштім. Сіздің одан кейін қасыңызда қыз отырған жоқ қой? Дұрыс қой енді, подбрекертем қызбен жүру керек болды. Одан кейін сіз ол қызды гостиница алып кеткен жоқсыз ба? Гостиницада подбрекертем ғой. Енді сіздің подбрекертем жүргеніңізде үйіңізде әйеліңіз біле ма? Енді әйелін білмеу үшін жүрмін ғой, подбрекертем. Сені қалай ұнатам, жүрегімді жылытам. Шыңғыс, айналайын-ау, сен еңбек демалысында отпускқа жүрген адамсың ғой, жұмыс уақытында не істеп жүрсің сен? Жаке, әйелім ғой, үй жақтан келе жатыр. Кеше кішігірім ролевой игры ойнағанбыз, сол кілтін жоғалтып сіздерге келіп тұрып. Жоқ, сен кісенді не үшін тақтың? Гештальтін жаптым. Оны жапсаң, несін ашып отырсың қайтадан? Жігіттер, білесіңдер ме? Екатерина екінші айтқан екен. Егер де дейді, полиция қызметкерлері өздерінің кім екенін білетін болса, бүкіл әлем жауап алады деген. Нұржан, әлемді қайтесің? Бірінші районың жауап берсін. Ендеше бір МРП 4325 теңге жаттап жүріңіздер. Кеттік! Сонымен көреміз, полиция қызметкерлерінің арасында орысша білмейтіндер де болады. Вот стоит сотрудник полиции. Представьте, пожалуйста. Представьте, деймін. Предъявите документы ваши. Документ несің бе? Той, позвонил. Құжаттарын көрсет деймін саған. Айтпайсыз ба құжат деп, орысша білмеймін ғой мен. Какой-то неадекватный вообще. Неадекватный. Наш панчлайн тут каждый слышит. Сонымен тамашалаймыз. Ресторанда болған оқиға. Артқа. Что там, товарды жеткіздіңдер ма? Границадан байқатты өткіздің ғой? Өткіздік. Ақшаны алдыңдар ма? Я, алдық, бәрі нормально. Точно ешкім байқаған жоқ, Жоқ, байқаған жоқ. Сонда да ше, ұсталып қалатын сияқтымыз. Неге? Микрофонға сөйлесіп отырсың ғой, мен жалғасым. Наш панчлайн тут каждый слышит. Әңгімесі көп, гаишник. Ассалаумағалейкум, капитан Тоқтарбек, құжаттарыңыз? Құжаттар бар. Жеке куәлік? Бар. Жүргізуші куәлік? Бар. Страховка? Бар. Техпаспорт? Бар. Аптечка? Аптечка бар, срок өтпеген. Огнетушитель? Огнетушитель бар. Бәрі бар екен. Диплом бар ма? Диплом бар. Ол да бар, Тырнағын көрсетші, тырнағын өспеген ба? Жоқ. Жара пара жоқ? Жоқ, отыр ештеңе жоқ. Так, не бар ма? Жанарды қалған фотосы бар ма? Бар. Ол да бар, Совместен, Бар ғана кіресін, арақ шарап сатып тұрады, ортасында адам тұрады. Бар ғой. Бар ғой, Бар. Қатты дайындалып келіпсің, Бүйтейікші. Екеміз ауысайық. Сен полиция бол, мен жүргізуші болайын. Наш панчлайн тут каждый слышит. Сонымен тамашалаймыз. Полиция қызметкерінің тойында. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Ендеше шайнектің ішінде шай емес екенін біліп отырған ағаларды ортаға шақырамыз. Билеп келеміз ағалар. Сіздерді абу бандиттер ма деп қалсам? Қайдағы абу бандит? Оперіміз ғой біз. Болдаға, тілек өздеріңізде. Ал, Айгүл Данияр, бақытты болыңдар. Айгүл Даниярдың деласымен таныстық. Марты тазы, нормальный жігіт. Сол бағана қарап отырмын, кит кигізіп атсыңдар. Сол тойдың системасындағыдай өзіміз шапкасын алып қалдық. Тамада бала,
байқап жатырмын. Бір-екі конверттарым пустой кетіп жатыр ғой. Если что, протоколын салып берейік те сендерге. Жоқ, штраф туралы мүлдем айтпай қойыңыздаршы. Жігіттер, тоқтаңдаршы. Мынау кім? Операторым ғой, братан. Жігіттер, әділ қазылар бізді 1-16-ға өтсет деп ойлаймын. Неге ондай ой бар сенде? Мына зат оларға керек шығар. Зарина, сен не ұстап алғансың қолыңа? Ана жалғасын машинасы жоқ екен ғой. Курткасының номерогын шешіп алған. Сіздермен болған антына адал, жайдарманмен дос болғысы келетін Елорда сақшылары. Рахмет! Рахмет. Елорда сақшылары үшін жұптың бірінші командасы сайыстан бас тартқаны қандай жақсы болып кетті, Сахнаға шақырамыз ба есінаға? Бірден шешім айтамыз ба? Олар ойыннан емес басқа нәрседен қорыққан жоқ па екен? Соны, бірінші команданың қалтасына тәртіп сақшылары езітіп салып жауып тастаған болса. Мұна әзілің өте ауыр. Сен қайтып аймаққа кетесің. 3-0 Елорда сақшылары. Елорда сақшылары командасы. Астана қаласы полиция департаментінің басшысы полковник генерал-майоры, полиция генерал-майоры Төлебаев Марат Сағынтайұлына өз алғыстарын білдіреді. Сонымен қымбат көрермен, екінші шығарылымның соңғы жұбы қошеметпен қарсы алыңыздар. Алғашқы болып бастайтын жергілікті команда Астана қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті ақш командасы. Я люблю тебя. Бүгінгі ойынға әулетіміздің үлкендері қолдап орамал Бүгінгі ойынға әулетіміздің үлкендері қолдап орамал тон болмай жол болсын деп әжем орамал бер жерді. Бүгінгі ойынға анам ақшалай көмектесті. Ал менің атам болса ойын алдында өздеріңді қамшылаңдар деп қамшысын бер жерді. Қайырлы кеш, Астана! Командамызбен кішігірім таныстырып өтейін. Кішігірім емес, дұрыстап таныстырсай. Командамыздың еркесі Айша. Айша дүкенге барған сайын удаленка жібереді. Ұйықтағанда ортамызға жатады. Ханшатыр Мегаға барған сайын стикер алмайынша қайтпайды. Команда арасында өзара ұрсып қалсақ, мамасына жылап айтып береді. Айшаның жұлдызнамасы таразы. Ал таразыға тұрса торпақ. Командамыздың оқымыстысы Маржан. Жатақханада дискотека болса, өзімен өзі бөлмесінде кітап оқып отырады. Үйіндегі шежіре тақтасын жатақханасындағы бөлмесіне іліп қойған. Маржан үшін адыраска шегетін қыздар наркоман, пенал ұстайды. Сабақта шулайтын балдардың болашағы жоқ деп ойлайды. Күнде кешкісін өзінің жеке күнделігіне өмірден түйген жазып отырады. Енді өзімді таныстыратын болсам, сен мен таныстырайыншы. Бұл біздің Нұрай. Пысық, ойынға келе сала сахна шаң қой деп полын жуды. Леттің шанын сүртті. Үйінде жыртық нәскелердің бәрін жинап, көрпеше тігіп алған. Асханада тамақ қымбат деп, үйіндегі суға жұмыртқа пісіріп алып келеді. Ол үшін пысық. Қыздар, соң жаңалық естідіңдер ме? Елімізге 23 жылдан кейін суперстар бағдарламасы қайта оралды. Я айтпа ол суперстарды.
бұрын әкем сол жоба үшін барлық зарплатасы единицаға айналдырып Арман Құлжымиевқа дауыс беріп, ол ұтпай әкем ішіп кетті. Ол кезде әкең ішуге повод таппай жүрген ғой. Қыздар, осы сендерге ақшасы бар жігіттер ұнай ма? Ақшасы бар жігіттер кімге ұнамайды? Ту, қойшы, солар біртүрлі болады ғой. Бастары тазбас, қарындары шығып кеткен, крузак мінсе де істері малмен сасып атады ғой. Ту, жарайды енді, ағам тастап кетті деп жамандай бермейді шығарсыңдар. Маржан, ойыннан кейін жатақханаға барып не тамақ істейсің? Лағман? Ендеше көп созбай аяқтайық. Алдарыңызда өнер көрсеткен ақыш, нағыз қазақи нақыш. Балар мен нақышта, қазақи нақышта, сілері ғашта, он шақты танышпан, Қазақстан нақыш па, әлі ақыш алыс па, жігіттер ай емес, бұл жігіттер арыстан. Рахмет, ақыш командасы Сакен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің ректоры Қанат Треуовке өз алғыстарын білдіреді, және бүгінгі бағдарламамызды аяқтайтын соңғы команда ең бір тәжірибелі топтардың бірі Ақтөбелік арулар, Дүние колледжі Ақтөбе қаласы Сезім командасы. Кетпеші қасымнан, бастайын басымнан, өзімнің зарым жоқ, шынайдың дасырған жаным. Сен құрғыр ашуана бермеш, болмаса бар қарал. Жаңа ғана сахнаның артында тырқылдап тұрған жоқсың ба? Ойыма бірдеңе түсіп кетті. Ойланбаш сен, сөзін ұмыт қаласың. Маусым ашар құтты болсын, Астана! Колонкадан ба, әлде сендерден ба дірілдеп атқан? Қойшы, қыздар! Кеше үйдегілерге пранк істедім, қабат болып қалдым деп. Енді? Мама өлтіріп салды, қаншық түншірмейсің ба деп айқайлап. Айтпайсың ба енді мамаңа пранк деп? Айттым ғой пранк деп, сенбей атыр ғой енді. Қыздар, кеше жігітімнің ағасымен кинорумға бардым. Есің дұрыс ба? Адам жігітінің ағасымен кинорумға бара ма? Ойбай, ендігімен барады. Жігітіңмен бармайсың ба? Қой, айналайын, артық әңгіме қалатын жағдай жоқ. Қыздар, одан кейін кеше жаңалықтардан естіп қалдым. Қазақстанда жануарларды қорғау үшін жылына 1 миллиард теңге бөлінеді екен. Сол ақша жететін жеріне жетпейді. Тұрсын көле, қызықсың. Сол ақшаға сене бермей әрекет істеп жұмыс істемейсің ба өзің? Қыздар, кеше болашақ қайнатама займ алып бердім. Есің дұрыс па? Адам қайнатасына займ алып бере ма? Ойбай, ендігімге алып берем. Жігітіңе алып бермейсің ба? Қой, айналайын, оны білем ғой, ертең төлемей зарға сатып кетеді. Қыздар, ау. Осы біздің командада бір артық салмақ бар сияқты. Аузың жапшы, Айзия. Ау. Біздің командада осы артық адам бар сияқты. Не только артық адам, артық ерім бар ғой. Құрмет достар, біздер болашақ педагогтармыз. Жалпы педагогтар 3 әріптілерден қорқады. Не ол? КНБ ма? Жоқ, қымыжы. Сосын жоғардағы ағалар, біздерді керек емес концерттерге жібере бермеңіздерші. Жіберсеңіздер де бір Дженнифер Лопестің, Альфаның, Сеймонның концерттеріне жіберсеңіздерші. Ато сіздердің жіберетін концерттеріңізіне бір филармонияның 60 жылдығы, бір ақынның мүшайрасы, одан қалды қоңыр тобы дегендер ғой. Сол ғой, тұрат ән айтып, нақ деп. Ондай концерттер бізге нақ керек емес қой. Қой! Қайта бар, қыздарға сәлем айтта бар. Не айтып кеттіңдер? Кинорум, сайым, жануар деп. Батыстың қыздар емессіңдер ма? Кезіндегі бопай аналарымыз, домала аналарымыз қандай еді? Қандай еді? Білмеймін ғой, сол дерс қылған сияқты ғой, соны бір оқып алу керек еді. Құрмет достар, биыл Жайдарманда кино маусымы. Ал біздер болашақ педагог ретінде Қазақстандағы киноларды мұғалімдерге арнап түсірсек қалай болады екен? Өте тентек классқа сынып жетекші болатын Тамирис апай. Келесі. Мектепте жалғыз өзі шабашқы істейтін мұғалім репетитор. Келесі.
Сабаққа көп кешігіп келетін оқушыларға арналған кино 7:59. Келесі. Бос уақыттарында заминге шығып беретін мұғалімдерге арналған кино Әмеңгер, Замингер. Мектепте әкімнің баласы оқыса, мынаған назар аудар. Жас ерекшеліктеріне қарамай, бір-біріне прикол ұстайтын мұғалімдерге арналған кино Дос мұғалімдер. Құрметті достар, ойынымыздың соңында бүгін Қазақстан Кап 1:32 финал. Жалпы Қазақстан Кап біз үшін кезінде сүйіп қараған Ананди сериал сияқты. Өте ұзақ, бірақ соңына дейін көргіміз келеді. Сіздермен бірге Сезім Жайдарман командасы. Жайдарманға деген шынайы сезіммен Дүние колледжі. Рахмет, Астана. Сезім жалғайды, жүректі жүрек алдайды. Қыздар, рахмет. Сезім командасы Дүние колледжінің директоры Дидар Жетпісбаевқа өз алғыстарын білдіреді. Сонымен соңғы жұпты қорытындылайық. Ақыш және Сезім командалары сахнаға. Қазылар алқасының ой пікірі соңғы жұп туралы. Қыздар, көп-көп рахмет. 3-0 Ақтөбе. Сезім құрамасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймын, және бүгінгі сайысқа түскен барша 16 команданы көрермендеріміздің қошеметіне бөлене отыра сахна төріне шақырамыз. Командалар сахнаға. Рахмет, қымбат көрермендер, биылғы жылғы Қазақстан Кап чемпионатының 1:32 финалдық сайыстары бірінші бағдарламадан тікелей 7 команда жолдама алды. Бүгінгі екінші бағдарламада 8 жұп өзара сайысқа түсіп, 8 команда жолдама алды. Енді осы командаларға қазылар алқасының пікірін тыңдайық. Нұрсұлтан Төребеков. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға тағы да. Шынымен де жалғас айтқандай, биыл Қарағандының командалары топ екен. Молодцы. Сол барлығы керемет, барлығы жақсы, рахмет. Келесі ойында кездескенше. Рахмет. Сырым Уалиев, қазылар алқасының құрамында көргеніңізге ерекше қуаныштымыз. Рахмет, армысыздар. Ал мен ішкі істер органдарының құрамаларын көруге қуаныштымын. Сөйле екеуміздің бұрынғы коллегаларымыз негізінде. Әріптестеріміз. Екеуі де өтті, өтпегенде қайда барады? Ойын жақсы болды, бірақ бүгінгі ойынға келіп, Қарағанды мен Астананың кешіне келгендей болдым. Қарағанды мен Астана бәріне қарсы ойнады. Және де өте жақсы болды. Шынымен бағана айтып өттіңіздер ғой. Қарағандының командалары өте мықты. Жаңа бір толқын келе жатқан сияқты Қарағандыдан. Соған қуаныштымын. Өтпей қалған командалар сіздерге сәттілік. Бәрі әлі алда, бәрі жақсы болады деген үміттемін. Рахмет, және Есен Елеукен ағамыз. Былтырғы маусымнан кейінгі, биылғы маусымдағы көп командалар былтыр осы әртүрлі лигаларда, сонымен қатар Қазақстан Кап жобасында қатысқан болатын. Соның кәдімгі тәжірибесі көріп тұрды. Былтыр қатысқан командалар сол ойнағаннан өздеріне бір шешім шығарып, сол тәжірибені іске қосқан секілді. Жалпы осы бір 2-3 маусымнан соң өздеріне өздері редакторлық жұмыс жасайтын командалар көбейсе, өздеріне өздері жауапкершілік танытып, ойынға деген бір көзқарасын өзгертетін командалар көп болса, ол біз үшін үлкен бір баға жетпес сондай дүние болып қалады. Жалпы биылғы маусымда айта кетер жағдай, қыздар командалары көбейіп келеді және бағыттары да өзгеше болып келеді. Және тағы бір қуантарлығы, араға бір 7-8 жыл салып, әскери ішкі істер командалары көбейіп жатыр. Бұл да болса, Жайдарман үшін бір жаңа толқынның келе жатқаны көрінеді. Командалар уайымдамаңыздар, жазда да біздің бірнеше жобаларымыз бар. Осы жобадан шығып қалған командалар күздегі болатын, жаздағы болатын жобаларға қатысыңыздар. Тәжірибе барлығына керек. Рахмет.
Тамаша, осымен Қазақстан Кап чемпионатының 1-32 финалдық сайыстарының екінші бағдарламасы өз мәресіне жетті. Қазір кішігірім жарты сағаттық үзілістен кейін баршаңызды сағат 20:00-де 3-ші бағдарламаның көрермені болуға шақырамыз. Жайдарманның жайдарлы сайыстарына жолыққанша аман сау болыңыздар. Every day, every night, олар жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды, қоям дейді, қоя алмайды, бұл ойынға еш тоймайды, көрермен қазы сынайды.